тұңғыш көшпелі экскурсиялар жобасының және Ұлы Дала ұландары көрмесінің ашылу рәсіміне қош келдіңіздер. Іс-шарамыз Қазақстан Республикасы қарулы күштерінің 30 жылдығына және Ұлы Отан соғысының батырлары Талғат Бегелдиновтың, Мәншүк Маметованың, Хиуаз Доспановның 30 жылдық мерейтойларына арналған. Проведение сегодняшнего мероприятия в стенах военного колледжа имени Шуханова-Ликанова Министерства обороны имеет большой воспитательный и патриотический смысл, поскольку весомая роль в создании мощных, современных и профессиональных вооруженных сил принадлежит системе военного образования. Осы көрме кадеттерге деген өте маңызы зор, әскери духын көтереді, патриоттық сезімді көтереді. Біздің кадеттер осы музей көрмеден кейін әрқайсысы жақсы сезімде қалып отыр. Мұндағы келген бұйымдардың барлығы менің көңілімнен шықты. Мынау жас көрермендеріміздің, осында отқан жас кадеттердің патриоттық сезімдерін оятуда. Мұнда маған қатты ұнаған Бауыржан атамыздың төсбелгілері, мұндағы тұрған ең бірінші елбасымыздың жазбалары, және де осындағы тұрған барлық көне бұйымдар, ата-бабамыздың кезіндегі сауытты бұйымдары қатты ұнады. Тек қана осындай көрмелер патриоттық сезімдерді және де жігерлікке, табандылыққа баулиды.